Сәлем достар, қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Дарикорн! Понимаешь, я ночами днями работала. Мен мектепте онша емес, лох болған мектепте. Дари, қазір басың бос па? Ол мен фанат болғанға деймін. Бәрі серьезно ма? Ондай емес. Қызықтаймыз, саған ақша төледі ма? Бұрыннан қан былай төгілді ғой, прикинь. Байқо! О, fucking shit. Сәлем достар, қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Дарикорн! Не болды сөзі? Единорог. Рок, мүйіз. Басқа еш нәрсе емес. Дарикорн, бірінші сұрақ, шын есімің кім? Дариға. Дарикорн деген не мағына береді? Дарикорн, юникорн деген единорог қой. Понимаешь? Мені көріп ба? Единорог. И сол мен Дарикорн единорогпын. Дарикорн. Юникорн, корн. Дарикорн, күн қалай басталды? Күн жаны тұрдым. Сағат 4 болды. Иә. Енді бүгін воскресенье ғой. Бүгін воскресенье, демалу керек. Бірақ күнделікті ерте тұрасың ба? Жоқ. 12-де, 1-де, 11-де тұрамын иногда. Кеште не істейсің? Инстаграм қараймын, фильм қараймын, Наруто көремін. Наруто көресің ба? Фильм, Инстаграм. Инстаграмда күнде неше сағат отырасың? Андай не шығады ғой? Как это называется? Интересно? Нет, не интересно. Қанша уақыт отырғанын көрсететін. Сол жерде күніне 4 сағат отырады екен. Кімдерді қарайсың Инстаграмда? Неше түрлі андай аниме, лоу-фай видеолар бар ғой, нарезактармен жасын. Сол видеолар жақсы көрем. Блогерларды қарайсың ба? Байқо! Я недавно в аварию попала кішкене. Уайымдама. Так. Блогерларды қарайсың ба? Иә. Кімдерді қарайсың? Тархан, Баха, ННН. Бәріне қойылатын сұрақ, сен үшін топ 3 блогер. Тархан, Баха, ННН. Тархан, Баха, ННН. Иә. Дариға. Ау. Дариға десем болады ғой, е? Болады. Саған бәрі болады, родной. Все, рахмет. Дариға, неге бір моментте сен туралы ютубта, инстаграмда көп видеолар шығып кетті? Қайдан шықтың? Понимаешь, я ночами днями работала. Именно еңбегімен ақталып отыр деп жылап кеткенмін. Ойын айтамын, этот қызық лайфқа барғаным ғой, қонақ ретінде шақырды. Марат, денесі квадрат, поднимает настроение, как домкрат. Фык. Содан кейін мен әншімін ғой, білесіңдер ма? Я ж певица. Вот, маған өнер көрсетуге шақырған болатын қызық лайфқа. Содан кейін, сол передачадан кейін сөйлестім ғой. И айтады қылықтарын тәтті, подкаттарын өтіп жатыр. Подкат кімге жасадың? Анекдоттарын бәріне жасай беремін. Анекдоттарын күлкілі емес болса да, сенің қылықтарына қарап күлкілі деп айтады. И вот, и тут мен әншілік жолым келе жатты да, и ни о чем, как сказать, басқа жол кетіп қалды. Блогер болып кеттің? Блогер болып кеттім. Білмеймін, хотя мен блогермын ба мен? Сен блогерсің ба, әншісің ба? Мен негізі бірінші профессия деген ғой. Бірінші қызығушылық әншілікке негізінде. Одан кейін? Одан кейін блогерство. Блогерство? Иә. Қайда оқыдың? Қарағандыда. Негізі Қарағандының қызы? Негізі, иә, Қарағанды. Каргуда оқығанмын, Қызылға бітірін. Понимаешь? Қарағандыда оқыдың? Каргу, иә. Алматыға қашан келдің? 1,5 жыл бұрын. Не себептермен? Покорять Алмату! Тем более айтам. Просто этот Қарағандыда творчество особо бағаламайды ғой. Мен әншімін десем бәрі осылай. Ой, что это такое? Деп қарайды. И вот из-за этого Ошақа келдім. Отбасым кішкене қарсы болды. Бірақ бірінші курста они мне обещали, вот, если сен диплом алсаң, жақсы оқысан, то бара бер, делай, что хочешь деп. Сол, и оқуымды бітірдім, дипломды көрсеттім, көрімдіктерді жинадым да кеттім. Нештеңе жиналды көрімдікке? Айтып болмайды, көп жиналды. Көп жиналды ба? Дариға, балалық шақ қайда өтті, қалай өтті, несімен есте қалды?
балалық шағым жаман өткен мен мектепте онша емес, лоқ болған мектепте. Сол онша емес өтті балалық шағым негізі. Жоқ, негізінде отбасымен барлығы жақсы, онда ұрыс-керіс отбасылардың арасында болып жатады ғой, депрессия, менде ондай болмады. Сол мектеп кезде ғана кішкене класстастарым ренжітетін, а так сейчас классно все. Қазір сол ренжіткен класстастарың саған звондап жаза ма? Жазады, иә. Не деп жазады? Ештеңе деп, Дарья, звезда болып кетіпсің ғой, біз сені интернеттен көріп жүрміз ғой. Сол кезде сенімен фотоға түсіп алу керек еді деп. Өзің жазасың ба? Группа бар ма? Класстастар деген? Бар, иә. Жазып тұрасың ба группаға? Иногда жазып тұрам. Жоқ, жұлдыз бұл. Ондайым жоқ. Жұлдыз бұл. Ой, жазып тұрған, туф, не мен сөзімді жеткізе алмай отырмын. О чем мы говорили? Класстастарың жайлы. Я группа бар класстастардың. Одноклассники деген ба? Одноклассницы ма? Сондай бірден. Жүректер, үш жүрек тұрады қасында, разноцветный. Сол жерде жазып тұрады иногда класстастар. Қандай группа бар тағы WhatsApp-та? Отбасы, это главное. Отбасы туыстармен это екінші бар. И сол класстастар бар. Содан кейін достарыммен бір группа бар. Мен white деген жоқпын деген. Мен white деген жоқпын деген. Білесің ба ондай прикол? Off-white деген сияқты ма? Мен white деген жоқпын, мен white деген, білесің ба? Естіп көрдім. Сол прикол бар. Сосын? Сондай группа бар. Болдым, особо көп группа жоқ. Қыздармен қандай группа бар? Қыздармен группа бар, Ягуар деген. Ягуар? Не үшін? Просто қыздардың аттарынан құралған ғой. Д деген әріп жоқ қой. Кстати, да. Не жоқ Д деген әріп. Қазір мен тауып аламын. История түсіріп келе жатқанмын жаңа. Қазір. Нягуард. Д бар екен. Слава Богу. Ягуар деп ойладым. Мен де сөйтіп ойлағам. Дарикорн, отбасың жайлы. Отбасында неше адамсыңдар? Отбасың қайда қазір? Отбасым Қарағандыда, отбасымда мама бар, папа бар, ағам бар, әпкем бар, ағамның әйелі бар, жеңгем бар. Сосын мен. Сенің осындай стористар түсіріп YouTube-та трендке шыққаныңа отбасың көзқарасы қандай? Отбасым каждый мен интервьюларымды көреді. Папа күнде түнде көріп жатады екен. Қазір сол Қызық лайфтан кейін мені әртүрлі интервьюларға шақырып кетті, передачаларға шақырып кетті, проекттарға барып жүргеннен кейін. И каждый апта бірдеңе шығып тұрады менде. И папа каждый день күнде көріп отырады екен сол видеоларымды. Керемет. Отбасың Қарағандыда? Иә. Өзің Алматыдасың. Алматыда кіммен тұрасың? Алматыда подружкаммен тұрам. Екеулерің тұрасыңдар. Алматы сен үшін қандай қала? Өте атмосферный. Бұл жердің как будто бы душасы бар сияқты осы қаланың. Басқа жақтарға барғанда мертвая такая, жағымсыз болады ғой. А бұл жерде прям жай осылай далада жүргеннің өзі қызықты. Қазір пәтерде тұрасыңдар? Иә. Айда неше теңге төлейсіңдер? Оны айту керек па? Ой, пәтерде тұрғанда, басында менің пәтерімде тұрғанбыз. Иә. Содан кейін қазір подругам квартира алды, қазір соңғы күнде тұрамыз. Я продала. Сен де пәтер сатып алдың, пәтерін сатып жібердің? Сатып жібердім, ол алып жатты да, мен сатып жібердім өзімдікін. Сосын қазір соңғы күнде тұрып жатыр. Саған пәтерді атадан алып берді ма? Алматыда? Иә. Атанам просто басында туыстарымда тұрдым, снимать етіп тұрдым, поселенияда тұрған болатын мен басында көшіп келгенде. Содан кейін отбасым кішкене қобалы жоқ уайымдап мен үшін квартира алып берген. Сатып жіберді? Сатып жібердік қазір. Ақшасы қайда? Машина алдым. Машина алдың, иә? Қандай машинаң бар? Машина Kia. Қандай? Morning. Неше теңге тұрады машина? 4,5 миллион. Таза өзің кредитсіз? Иә, квартира саттық қой. Дари, қазір басың бос па? Половинасы бос дейм. Жартылай бос? Иә.
Жігітің бар ма? Бар. Басында шапка тұр ғой, бос өзде. Жігітің Алматыныкі ма? Ой, қазір, я? Қазір ошақта тұрады. Жігітіңді біз танимыз ба? Біздің оқырмандар тани ма? Ма, әдейістеп жатсыңдар ғой сендер. Конечно, таниды. Жақсы. Қалай танысыңдар? Ой, это долгая история. Бірдеңе айтсам, ренжіп қалмайтын шығар, я ол. Иә. Ол мен фанатым болғанға осы қашан алдыңғы жылдан бері оказывается фанатым болыпты. Мен видеоларымды қарап, осылай анда-санда жазып тұрады екен, а мен өзінше оған ответ жазбай сөйтеді екен. Ол саған директке жазады? Иә. А сен оны қарамайсың? Қарамайтын, иә. Содан кейін бір 3-4 ай сөйтіп подписчикта тұрыпты, мен всегда видеоларымды қарап, неше монтировать етеді екен мен видеоларымды. Содан кейін оны кейін білдім. Сосын бір күні бір Баханың прямойына кірген тұғынбыз. Пупер. Сол жерде совместка түсіргенбіз ғой. Содан кейін мен сонымен совместка түсіріп шығып кеткен. И он подумал, что мен әлі, мен түсірдім да шығып кеттім деп, а мен әлі отырмын, зритель болып. Сосын сол кіреді, айтады, вот жаңағы қызбен таныстырышы, блин, мен баяғыдан бері. А сен Баханы бұрыннан танисың? Иә. Сосын содан кейін соны көрдім. Сосын Баха тұрады, Дарикорым ба деп айғай салды, ол ұялып, ойбай, неге айтасың бірдеңе. Мен еще күліп бірдеңе жазып жүрем, ол еще отыр екен ғой деп, еще уайымдап, сосын солай сөйлесіп кеттік. Одан кейін саған жазды? Кім бірінші жазды? Прямойдан кейін. Мен оның страницасына кірдім, оказывается, ол маған жазыпты бірдеңелер. Көп па? Көп жазған ба? Жоқ, көп емес. Сосын мен оған жаздым. Не деп жаздың? Мама, ұмытып қалдым бірдеңе деп жаздым. Бірінші свидание қалай болды? Мен Қарағандыдан осы жаққа келген болатын, ол кезде карантин. И аузымыз берік. Содан кейін карантин, машинамен, таксимен келдім, потому что самолет ештеңе жоқ. Поезддарда жүрмейді, и әйтеуір карточкамен өтіп атады ғой. Сөйтіп таксимен өттік. Келдім, сол таксида мен күтіп алды. Сол болды свидание. Сол блогер сені күтіп алды. Атын айта берсе бола ма? Жоқ. Жарайды, блогер деп айта берейік. Неге блогер? Енді Баха Пупермен араласса, егер прямой эфирға кірсе, мен үшін ол блогер. Өздерің айттыңдар ғой. Саған қандай бағалы сыйлық сыйлады? Apple Watch. Apple Watch? Иә. Соңғы сұрақ, одан кейін ең бағалы сыйлығы, ол оның жүрегі. Дари, соңғы сұрақтармен қорытындылаймыз. Бәрі серьезно ма? Конечно. Менде ешқашан не серьезно. Мен өзім серьезный адам болғаннан кейін бәрі серьезно болады. Шын. Бірақ сендердің жаңағы өздерінің романтикаларында көп афишировать етпейсіңдер, көп жерде көрсетпейсіңдер. Счастье любит тишину. Кімнің идеясы көрсетпеу? Жоқ, бізде ондай көрсетпеу дейтін идея жоқ. Просто не үшін ол кімге керек? Поэтому үндемей жүре берген жақсы емес па? Көп болды ма? Иә, жарты жыл болған шығар. Карантиннен бері? Иә. Жарты жыл болды. Дари, адаммен танысқан кезде ең бірінші неге мән бересің? Көз қарасына. Сен білесің, мен скорпионмын ғой. И бізде кішкене андай не бар, адамның взглядына қарап, қандай адам екенін кішкене сезесің, білесің. И вот ең бірінші мен адамды осылай түріне қарап қалам, кішкене қандай адам деп. Вот. Сосын сразу біліп жүрем, қандай адам екен. Саған өзіңде ұнамайтын үш качество. Қасиеті. Тырнағымды тістеймін. Мені тырнақтарым көрінді, бұжыр. Содан кейін кішкене андай интровертпін. Көп жерге барғанда былай бұрышта қалып қалам. Слишком адамдарға сеніп қала беремін ба? Жоқ па, идея ондай емес. Жоқ,
емес жерлерде күліп қалам деген мен всегда я көтеріңкі көңіл күймен жүргеннен кейін керек емес жерлерде де сөйтіп қаламын. Ыңғайсыз жерлерде, иә? Потому что жоқ, ондай емес. Үшінші качество ол маған біреу өзінің историясын айтып атады ғой, мен бұлай сөйттім, ол бүйтті деп. Содан кейін маған қызықсыз сондай біреудің айтып болып атқан шаруалар, иә. Сосын білмеймін неге қызықсыз екенін. Олар просто айтатын, деймін, болды, қоя салам, қызықсыз. Сол. Дари, сен үшін әлемдегі топ 3 ер адамы, жақындарыңнан, таныстарыңнан басқа? Сен осы сұрақтың бәрін жатқа білесің ба? Иә. Капец, жаттап келдің ба? Иә. Дайындалып келдім саған. Иә, көрініп тұр башқа келіп. Топ 3 білмеймін. Топ 1 бар. Топ 1, давай, кім? Ол бір тиктокер жігіт. Тиктокер? Иә. Не түсіреді тиктокта? Билер түсіреді. Билер? Иә. Аккаунтын бізге жібересің, біз қоя саламыз, хорошо? Қарашы. Тиктокханада ғой? Кайф қой ма жігіт? Дарикорын, тикток жайлы. Сенің инстаграмда көп просмотр жинайтын видеоларың, ол тиктокқа түсірген видеоларың. Билеп. Тиктокта көп отырасың ба? Жоқ, олай емес негізінде. Тикток қана емес. Тиктокта отырмаймын. Не айтады? Жоқ, тиктокта көп отырғанда, бұлай қолым босаған кезде, ішім пысқан кезде ғана қараймын тикток. А бұлай прям инстаграм сияқты жатып қалмаған ол программаға. Инстаграмда көп отырасың? Инстаграмда, иә, көп отырамын. Директке қандай сообщениялар көп келеді? Сенің жасың нешеде деген. Сол сұраққа жауап бере аламыз ба? Я жасым 22-де. Үлкенмін. Көбісінен үлкенсің. Жасың 22-де. Тағы қандай сұрақтар келеді? Сосын, я тебя люблю деп жазады көп. Бұлай смайликтармен жібере береді ғой бір адам. Ұлдар да, қыздар да. Содан кейін не келеді тағы? Сол в основном. Бұрында қуасың ба деп жазатын. Қазір уже үйреніп алды маған. Қуатыңа үйреніп алды ма? Қуатыма үйреніп алды. Одан кейін хейтқа жауап бересің ба? Хейт жоқ менде. Я идеальная. Конечно. Просто я сама идеальная, из этого моя аудитория тоже идеальная. Жақсы. Дарикорн, инструменттерді ойнайсың? Иә. Қандай? Мен қазір укулеле ойнаймын, гитара ойнаймын, фортепианода кішкене ойнаймын. Содан кейін калимба деген кішкентай инструмент бар, сода ойнаймын. Бұрында мектеп кезімде қобызға қатысатын примаға. Қазір уже не помню. Ну, қалай ұстау керек екенін, қалай ойнау керек екенін білем. Қобызды? Иә, бірақ қазір кішкене ұмытып қалдым. Дариға, кішкентай кезіңде комплекс болды ма? Комплекс? Я, мен слишком еркелеп сөйлейтінмін. Из-за того, что еркелеп сөйлеймін, маған біреу бірдеңе десе, мен оған ответ қайтара алмайтынмын. Ал қазір? Қазір не деп шығамын? В смысле? Какой базар, братишка? Жоға қазір вообще ешкім ондай духы жетпейді айтуға. Ал қазір комплексің бар ма? Комплекс жоқ. Бізді көріп отқан өзіңнің оқырмандарыңа, біздің оқырмандарға мотивация бере аласың ба? Мотивация әйтеуір таңертең тұрғаннан кейін надо благодарить сразу. Тұрдың ба? Шүкіршілік ету керек. Иә, шүкіршілік ету керек. Осы мен оянғаныма рахмет, осында қасымда осындай достарыма рахмет, осындай отбасыма рахмет, менде бәрі бар деп айту керек. Сол барлығына рахмет деп, бүкілін рахмет ету керек. Күн шығып тұрған, сен барына да рахмет, осы даланы жылытып жатсың деп. Сол кезде, когда ты будешь благодарить, қасындағы окружениянын барлығы саған уже жақсы көзқараспен қарайтын сияқты болады.
Я если бүгін ерте тұрып қойдың, кішкене ұйықтай салу керек еді, қазір тағы жұмысқа бару керек деп қалсаң, и весь день солай жүресің. Біреу бірдеңе болып қалады, бірдеңе сын қалады. Өзің жынданып жүрсең, бүкіл жаманшылық, короче, бола береді. Сол. Дарья, бір күнде ең көп неше теңге таптың? Енді сендер блогерсыңдар ғой, мен теңгем сендерге ештеңе шығарды. Бір күнде мен 300 мың тапқам. Инстаграмнан? Это прям самый топ. Инстаграмнан? Я біреу Инстаграмнан болды, біреу съемкадан болды. Жартысы съемкадан, жартысы Инстаграм. Қазір сені съемкаға шақыру үшін ақша төлеу керек па? Иә. Қызық Таймс саған ақша төледі ма? Қызық Таймста төлемейді ғой, жай қонақ ретінде шақырады. Қандай кезде төлеу керек? Сериалдар болып жатқан кезде. Яғни съемочный күнге? Иә. Рекламаға шақыру үшін, иә? Проекттарға ғой. Ал егер әнші ретінде шақырсақ? Әнші ретінде тоже төлеу керек. Гонорар неше? Қазір карантин болғаннан кейін гонорарды білмеймін. По идее, бұрында әнмен есептелетін, бұрында менде 150 мың теңге болатын бір выступлением. Ол жерде менде 4 өлең болды ма? Авторский ма 4 өлең? Авторский, өзімдікі. Ал қазіргі таңда менде 7 ма 8 өлең бар. Из этого может өскен шығар, хотя білмеймін. Мен менеджерім біледі оны. Все вопросы к менеджеру. Да. Гардеробтағы ең қымбат киім? Ой, мен олай қатты қымбат киінбеймін. Главное, со вкусом. Дәл қазір үстіңде неше теңгеге киім бар? Киінсе болып кетті оны. Киінсе, иә. Марго, кешір. Так, аяғымда Александр Маккуин кроссовки. Ол тұрады 24 мың ба, солай тұру керек. 21 мың ба. Носки 1000 теңге, авокадо. Көрінбейді, бірақ көрсетейшіміз. Авокадо. Сосын шалбарым 8 мың теңге. На кофтам 5 мың теңге, 6 мың теңге. Ондай қымбат киім жоқ менде. Ең қымбат киімің? Шапка 5 мың теңге алдым. Ал бірақ ең қымбат киімің? Шуба шығар зимняя. Кез келген әйел адамында шуба болады. Иә. Бірақ оны мама алып берген маған. Ақшамды қимаушы едім шубаға. Қыздар үшін қымбат киіну керек па? Главное, душаң қымбат болу керек деймін. Қандай киім болса да өзің іштей арзан болмау керексің ғой. Безумно можно быть первым. Gucci flip-flop деген өлеңді қойшы, замедленный стим. Gucci flip-flops, fuck you, hit your bitch in massage. This a big watch. Қой, ә? Арман, саған. Дарикон, сен жаңа өзің айттың анекдоттармен танымал болдым деп. Барған, кез келген барған жаңағы бағдарламаға, передачаға сен анекдот айтасың. Бүгін 40 сұрақта эксклюзив бір жақсы анекдот болса. Мен бүкіл программада айтпаймын анекдот. Енді қызық лайфта айттың ғой, кәдімгі трендке шықтың, өте жақсы рейтинг берді. Бір анекдот. Мен қазір есімде жоқ ешқандай анекдот. Андай бар, бір күні бір қоян келе жатады да, құдыққа түсіп кетеді. Білесің ба ол анекдотты? Негізі анекдот сенен білу маңызды емес секілді. Білсек те қызық секілді. Давай, кет. Бір күні бір қоян орманда келе жатады да, бір құдыққа түсіп кетеді. Содан кейін құдықта бір күн жатады, екі күн жатады, үшінші күні ішіп пісіп кетеді да, үйіне барып лестница алып кеп, лестница ашық кетеді. Тамы қуады ғой қоян, я. Gucci flip-flops, fuck you, hit your bitch in massage. Анекдотты біліп тұрсаң да күлкілі. Атшы. Сен қызық лайфта қандай анекдот айттың? Жылан ішіп алып шпагатқа отырамын деп тілеген айтқама. Сосын екі балық жүзіп келе жатады да, жарысып келе жатады ғой екі балық. Бір балық тұрады да, кішкене тұра тұр, шөлде қалдым, су ішіп алайын дейді, судың ішінде қойылар. Дари, осының барлығы образ ба, әлде сен өмірде де осындайсың ба? Образ? Осының барлығы деген не ол? Мысалға, қазір бізді көріп отырған адамдар айтуы мүмкін, негізі Дари Корн өмірде үйтіп сөйлеспейді, өмірде ондай емес деп.
Жоқ, мен өмірде қандаймын осы? Дәл сондайсың. Сондаймын, иә. Бұл ешқандай образ емес. Просто елдер былай көреді ғой, живой айтады. Мен сені Инстаграмда ғана сондай ма деп ойласам, оказывается, жизнь такая деп. Иә, көбісі сөйтіп ойлауы мүмкін. Иә, жоқ, мен өмірде де осындаймын, если кетіп бара жатып мен алдарына былай нижний брейк билеп кетсем, қорықпаңдар деп. Сондай привычкам бар. Нижний брейк білем ба? Иә. Дари, соңғы рет қашан қатты қуандың? Мен каждый день қуанышты менің күндерім. Мен әр күнім қуанышпен өтеді. Қашан жыладың? Не помню, давно. Мен көп жылай бермеймін. Есіңде емес па, не үшін жылағаның соңғы рет? Мен масқара сентиментальный бір фильм көрсем жылап қала берем. Қандай фильмге жылады соңғы рет? Соңғы рет мен фильмға жылаған жоқпын. Бір әнге жылаған. Қандай? Желтоқсан деген. Ақса, музыка жайлы бастаған екеміз. Сен үшін қазақ эстрадасындағы топ 3 әнші. Кімдер тыңдауымыз керек? Топ 3 әнші мен үшін танымалдардың ішінен айтайын ба, танымал еместерден айтайын ба? Рейтинг өзіңдікі, кімдерді айтсаң да? Маған MD'дің әндері ұнайды. Осы желтоқсан ұнайды, Дари Корн ұнайды. Өз әндерің өзің ұнайды? Ойнайтам. Мен ондай өзім самовлюбленный емеспін деймін. Скриптонит. Я из Павлодара, если помнишь. Я дарю тем, кому до него не дело. Дархан Джуз. Дари, бізге кеңес бер. Қандай фильм көруіміз қажет? Қандай сериал? Тихая гавань деген фильм бар. Николас Паркстың кітабымен жазылған. Вообще Николас Паркстың кітаптарымен жазылған фильмдардың бәрін көріңдерші, көп. Дорогой Джон деген бар. Дальше ұмытып қалдым аттарын. Сол. Негізі кітап оқисың ба? Бұрын оқитын, қазір уақыт жоқ. Көрініп тұрған шығар, сөйлей алмай жатырмын. Бұрында университет кезінде уақыт көп болды ғой, сол кезде оқитын, ал қазір уақыт жоқ, оқымаймын. А сериалдан мен аниме ғана көрем, сериалда ішім пысып кетеді өйткені. Тетрадь смерти. Тетрадь смерти. Бос уақыт жоқ дедің, бірақ бос уақытың болған жағдайда не істейсің? Бос уақыт болған жағдайда жұмыс іздеп кетіп қаламын. Үйде отыра берсем, андай көңіл күйім түсіп кетеді, депрессияға кіріп кетем на некоторое время. Қазір басты табыс көзі Инстаграм және осы ән жазу жаңағыдай сені шақырады, гонорар ма, әлде басқа да жұмыс бар ма? Маркетологпын. Жұмыс жасайсың? Иә. Қай компанияда? DS деген Нұрлытауда офис бар. Барып келіп жұмыс жасайсың? Иә. Жоқ, ол жерде... Жалақы аласың ба кәдімгі? Иә. Фрилансермын. Бару керек болғанда, бірақ барамын. Осыған дейін қандай жұмыстар жасадың? Мен көп жұмыс істемегем негізінде. Университетте оқыдым, өзім осы бір жыл бұрын бітірдім ғой университет. Осы жасап жатқан жаңағы маркетолог жұмысың, ол алғашқы кәдімгі жалақы алған жұмыс, иә? Иә, алғашқы жұмыс ол SMM-шік болған осы жаққа көшіп келгенде. Неде? Аты қалай еді? Tesla Education деген жерде. Дари, сен үшін ең қымбат нәрсе не? Внимание. Внимание? Біреудің назары ма, әлде? Иә, біреудің маған берген назары. Сен оқырмандарың былайша айтқанда? Иә. Осылай, просто әр адамның өзінің жұмысы бар, өзінің ойлайтын басқа проблемалары бар ғой. И когда маған уақыт тауып, Дари, қалайсың, не істеп жатсың, жүр бір жерге бар келейік деп айтса, сол өзі, мен өзім кішкене андай гордостьім бар да, ешкімге бірінші жазуға болмайды деген
северда солай и біреу бірдеңе жазып өзім ешкімге іздеп нетпеймін, как будто бы навязываться ететін сияқты болып қаламын да, сондай қорқыныш. Из-за этого ешкімге жазбаймын. Но маған жазып іздеген кезде өзімде теплота в душе появляется. Қыз адам бірінші жазу керек па, жігіт жазу керек па? Негізінде бәрібір ғой, кім жазса да, ол жазса да, қыз жазса да, ондай не жоқ деп ойлаймын. Ондай не ол не деген? Ондай бір тәртіп, заң жоқ. Иә, ондай заң жоқ. Дари, аварияға түскенде, машинамен соғылғанда ең бірінші нені түсіндің? Мұрным сынғанын деймін. Өзім түсінбей қалдым, мен келе жаттым. Содан кейін соғылып қалды, бұлай жарқ ете қалады да секунду. Сосын бітті мұрным сынды, мен осылай жаттым, мұрным қаны отырып, түк ойлаған жоқпын. Жаныңда адам болды ма? Я подругам болған Айша. Ол вообще ұйықтап жатқан қойына сиденьені артқа қойып, басында сотрясение болды ғой оның. Сотрясение бар ма? Жоқ, там легкая форма ғой. Мен мұрын сынып, екеуіміздің аяғымыз көгеріп. Аварияға түскенде ең бірінші кімге хабарластың? Сол жігітіме. Келді ма жігітің? Сразу шлепкамен келді ғой. Мен емес, жаңағы Айша подругам звондады. Подругаң звондады? Сен сол состояниеде звондамай тұрсың, е? Мен никогда бірінші звондамаймын. Мен ана кісі маған айғайлап отыр, я хочу решить просто. Давайте ақшаңызды беріп жіберейін, не керек сізге деп тұрмын ғой болды. Мұрнымнан қан былай төгілді ғой, прикинь. Капец. Дари, саяхат жайлы Қазақстаннан басқа қандай жерлерде болдың? Қазақстаннан көп шықпадым, мен сол Египетте ғана болдым бір рет. Қандай жерлерге барғың келеді? Токиоға барғым келеді. Аниме? Иә. Ол жақта күшті ғой, адам көп. Ешкімді білмейді, қайда жүрсе де сонда жүре береді. Адамдар не кигісі келеді, соны киіп жүре береді. Кайф қой Токиода. Тағы қандай жерлерде болғың келеді? Болды. Токио. Мен особо ондай басқа шетелдерге қызығушылық жоқ. Барсам бір 2-3 күнге ғана барып келуге болады. А прям жить не хочу, осы Қазақстанда тұра бергім келеді. Қазақстанда тұра бергім келеді, е? Өйткені қазір барлығы ойлайды, ой, Қазақстанда тұрғаннан кейін, все, Қазақстанда бәрі жаман, мен басқа жерге барам, Америкада күшті, ол жақта былай солай деп. Негізінде барлық мемлекетте өзінің проблемалары бар ғой. Ешқандай идеальный мемлекет жоқ. Поэтому барға тәуба деп тұра беріңдер, ешқайда кетпейді. Бала кезіңде нені армандадың? Архитектор болғым келген. Архитектор? Мен папам архитектор. Соған қызығатын. Сенің ата-анаң, әкең осындай өнермен айналысқанға қарсы емес па? Олар отбасым өзі намазхан кісілер. И басында кішкене қарсы болған, музыка деген не ол мен не боласың, сен ол вообще профессия емес қой деп. Бірақ қазір результат болып жатқаннан кейін қуанат, поддерживаю. Мама күнде жазып тұрады, мы в тебя верим, ты мамаңда намаз оқиды? Иә. Әкеңде? Жоқ, папа оқымайды. Мамам и ағам оқиды. Ағаң бар. Ағаң көзқарасы қандай? Ағам кішкене қарсы деп те айта алмаймын, кішкене қорқыныш қой. Үйдің кішісі болғаннан кейін осындай жолда жүргенім, еще Алматыда, еще алыс қалада жүргеннен кейін кішкене уайымдайды, а былай олай ұрсып, ондай қарсымын деп айтпаған. Кішкене уайымдайды, кішкентай болғаннан кейін. Дари, YouTube жайлы. YouTube'да кімдерді көресің? YouTube көрмеймін. Шын айтам, YouTube қарамаймын вообще. Менде просто, знаешь, үйде Wi-Fi жоқ. Тариф Инстаграмға ғана бесплатный, WhatsAppқа бесплатный. Сол үшін TikTok'та отырмаймын, YouTube'та отырмаймын. TikTok'та сол үшін отырмайды екенсің ғой? TikTok'та я сол үшін отырмаймын. Масқара 7 мегабайт TikTok. Өзі 10 гигабайт береді, қай жерге жетеді ол де. Сол. Дари, сұрақ қоям, 2 жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Келістік қой? Келістік. Алматы ма, Қарағанды ма? Алматы. YouTube па, Instagram ба? Instagram. Instagram ба, WhatsApp па?
Инстаграм. Инстаграм ба, тикток ба? Инстаграм. Әнші ма, блогер ма? Әнші. Қайрат Нұртас па, Төреғали Төрәлі ма? Екеуі де жоқ. Екеуі де емес. Жақсы. Скриптонит па, Корж па? Скриптонит. Сен қызын мені танит. Хабиб па, Макгрегор ма? Хабиб Сила. Осы жол жеңді ғой Хабиб. Жеңді, иә. Ё-ма. Әкесі қайтыс болғаннан кейін, все, мен болды тастаймын деді ғой, сол күресті білесің ба? Иә. Капец. Көз тиген ғой. Жақсы. Дари, біз сені әнші, енді қазір блогер деп танып жатырмыз. Қандай қырыңнан танымаймыз? Қандай өнерің бар? Мен осылай істей аламын. Қалай? Осылай. Мен істей алмаймын. Ол да Еще өнер. осылай істей аламын. Сен қызың мені танит, а я слушаю скриптонит. А в голове у тебя менингит, а в воде плавает кит. О, fucking shit. Өзіңді 5 жылдан кейін қалай көресің? 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін жасың нешеде болады? 27-де. Қалай көресің өзіңді? Мама көрем. Болды. Фобияң бар ма? Жалғыз қалудан қорқам. Жалғыз қалудан? Қараңғыдан қорқасың ба, әлде жалғыз қалудан қорқасың? Жалғыз қалудан. Жалғыз қалып қаламын ғой, одиношенка. И көңіл күйім түсіп, солай қорқып қалам. Ондай түрмен қарамашы жалғыздың взглядпен. Бәрі жақсы. Хорошо, что мен жалғыз никогда қалмаймын. Қазір неше пайызға бақыттысың? 100. Сен бір жерге бару үшін көп жиналасың ба? Жоқ. Тез. Жинау үшін не керек саған баста? Мен негізі олай боянып, особо киім таңдап, ондай қыз емеспін. Даже шашыма да укладка жасамаймын. Жуа саламын да, шыға саламын да, тарамаймын. Білмеймін, ондай көп уақыт керек емес. Сумочкада қандай? Ойбай. Сумочкада ең басты қыз балаға керек қандай косметическалар бар сенде? Менде сумкада бәрі бар. Янеска бар. Менде бәрі бар. Кошелек бар. Духи бар. Помада. Консилер. Тағы да консилер. И болды. Тональный крем. Помада гигиеническая. Расческа. Бір жерден ұрлап кеткем. Поезддан ба бір жерден ұрлап кеткем. И ауызға себетін. Болды. Салфетка бар, мынандай беттегі жүрді убирать етеді. Мындай. Жақсы. Осылай. Дейсің да? Дейсің. Болды. Достар, әдеттегідей, сұхбаттың соңында конкурстың шарттарын қазір Дари Корн өзі айтады. Мен Дари Корн деген атыма ұйқас бар. Дари Корн, она любит кошачий корм. И вот соған продолжение кімде креативный шығады, соған осы единорогымды берем. Қимай бересің, е? Бергім кеп тұрған жоқ, басқа бірдеңе берекші. Бірақ осыны береміз, е? Туф, ладно. Болды, достар, сіздер үшін Дари Корнның ең қымбат заттарының бірі өзінің единорогын береді. Ұтып алу үшін міндетті түрде комментарийға креативны жазамыз. Дари Корн өзі оқып шығады. Ең қызықты жазған адамға сыйлық единорог беріледі сізге. Ұтып алу үшін каналға тіркелу керек, лайк басамыз және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Дари Корн. Мен